Орта ғасырларда ғылымның дамуына үлес қосқан көптеген ғалымдар болды. Солардың ішінде химия мен медицинаның дамуына ерекше үлес қосқан ғалым Мұхаммед ибн Закария әр-Рази. Бұл ғалым батыс елдерінде Разис деген атпен белгілі. Ол 9-10 ғасырларда өмір сүрген атақты дәрігер, философ және химик. Оның ғылыми еңбектері шығыс елдерінде ғана емес, Еуропада да кеңінен танымал болды. Разис тәжірибеге негізделген ғалымды қолдады. Ол химиялық тәжірибелер жүргізіп, зертханалық құралдарды қолданған алғашқы ғалымдардың бірі болды. Ғалым түрлі заттарды зерттеп, олардың қасиеттерін анықтауға тырысты. Оның ең танымал еңбектерінің бірі құпиялардың құпиясы атты кітап. Бұл еңбекте ол химиялық заттарды алу жолдарын, тәжірибе жасау әдістерін және зертханалық құралдарды сипаттап жазған. Разис табиғаттағы заттарды бірнеше топқа бөліп зерттеді. Мысалы, минералдар, өсімдіктер және жануар текті заттар. Бұл жіктеу химия ғылымының дамуына үлкен әсер етті. Сонымен қатар дистиллия, қыздыру және кристалдандыру сияқты химиялық әдістерді қолданды. Бұл әдістер қазіргі химияда да кеңінен пайдаланды. Разистің еңбектері кейін араб тілінен латын тіліне аударылып, Еуропа ғалымдарына тарады. Осылайша оның зерттеулері Еуропада химия мен медицинаның дамуына үлкен әсер етті. Сондықтан Мұхаммед ибн Закария әр-Рази ғылым тарихында ерекше орын алады және қазіргі химия ғылымының негізін қалаушылардың бірі болды.